Менің атым Алмас Алтай, баршаңызға сәлем. Қазақстандағы соңғы 5-6 айдың төңірегінде болған оқиғаларды, нағыз тарихи оқиғалар десек, біз қателесе қоймаймыз. Жарайды, өткені өтті, алайда алдыда неше түрлі қызықтар мен құбылыс бар екеніне кәміл сенімдімін. Елдегі жаңа саяси өзгерістерге, биліктің трансформациясына сенетін адам ретінде мен жаңа Қазақстанды күтіп отырмауым керек, жақындатуға атсалысуым керек деп шештім. Енді нағыз пайдамыз тимесе, зиянымызды тигізбеуіміз керек. Осы мақсат түрткілеп, жоғарыда болып жатқан әңгімелерді халықтың бәрі түсінетін тілде айтып беремін деп ойлап, осы видеоны түсіріп отырмын. Қабыл алыңыздар. Бірнеше күн бұрын Тоқаевтың туған күні өтті. Тосқауылға дегенме, гол! Есеп айырмасы қысқарды. Жомарт Тоқаевты көрсетуде 3-4. Жоқ, футзалдағы Жомарт Тоқаев емес. Қасым Тоқаев кетті ме? Кетті! Қасым Тоқаев кетті ме? Кетті! Малой айтып жүрген Қасым Тоқаев та емес. Кәдімгі Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза. Соның туған күні өтті. Алайда Назарбаевтың туған күнін дүркіретіп тұрып атап өтіп үйреніп қалған Қазақстан бұл жолы президенттің туған күні екенін білмей қалды. Әлеуметтік желілерде және әртүрлі телеграм каналдарда аталып өткені болмаса, жалпы халық білетіндей ештеңе байқалған жоқ. Жалпы Тоқаевтың бойындағы жазушының үйінде жиған тәрбиесі мен батыс пен шығыстан қатар сіңірген өнегесі оны алаулатып жалаулатып той жасауға жібермейтін секілді. Осы қаңтардан бері дүние мың құбылған алағаудан кездерде мінез керек кезде мінез, сөз керек кезде сөз тауып, өзінің нағыз тәжірибелі дипломат екенін анық байқатты. Түрікпен тең, Қытаймен қатар, Украинамен ұрыспай, орыспен ортақ тіл табудың дәл қазіргі дүние құлпылдаған кездіктің жүзінде құлпылдап тұрған кездерде нағыз керек қасиет екені даусыз. Терең өзендер тыныш ағады деуші еді ғой. Шусыз жүріп талай істің басын қайырды. Ендігі мақсаты ата заңның кем және артық тұстарына түзету енгізбек. Негізі бұл өзгерістерді мәжілістің талқысына салып жеріп, 92% дауыспен қабылдата салуына әбден болатын. Алайда Тоқаев олай еткен жоқ. Тоқаев халықтың еркіне салды. Өзінің болашағына таңдауды халықтың өзі жасасын деді. Сонымен 5 маусым күні Қазақстан халқы өзінің болашағына деген таңдауын жасайды. Сонымен алдымызда тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы 3-ші референдум келе жатыр. Ең қызығы, маусымның 5-дегі референдум өзіне дейінгі 2 референдумда қабылданған өзгерістерді жоққа шығарады деп күтілуде. 1995 жылдың 25 сәуірінде болған референдум Назарбаевтың өкілеттілігін ұзарту жөнінде болған. Ал алдымызда келе жатқан референдумда Назарбаевпен және оның туыстарына қатысты ата заңдағы барлық жеңілдіктер күшін жояды. 1995 жылдың 30 тамызында болған 2-ші референдумда ата заңымызға өзгертулер енгізді. 1995 жылы Конституциялық кеңес өмірге келді. Ал алдымыздағы 5 маусымда болатын референдумда Конституцияға да өзгерістер енеді және Конституциялық кеңес деген құрылым тарих қойнауына кетеді де, оның орнына Конституциялық сот құрылады. Осылайша алдағы референдум Қазақстанда қалыптасқан шексіз президенттік биліктің бөлінуін іске асырғалы тұр. Мысалы, ендігі уақытта Қазақстан Республикасының президенті ешқандай саяси партияға мүше болмайды. 26 сәуір күні Тоқаевтың өзі де бұрынғы Нұр Оттан қазіргі Аманат партиясының құрамынан шығып кетті. Партиядан шығу туралы шешім қабылдадым. Осылайша Қазақстан Республикасының қазіргі президенті, ендігі президенттері де билік партиясының үлкен саяси ресурсын өз пайдасына қолдана алмайды деген сөз.
Ата заңға енгізілмек өзгерістердің бірі, бұдан былай ел президентінің жақын тумаластары саяси мемлекеттік қызметтерге бара алмайды. Министрліктер, президент әкімшілігі, КНБ, самұрық қазына секілді май шелпек жерлерге президенттің ағайындары бара алмайды, олардың баруына мүлдем тыйым салынады. Білімі тасып, күш қуаты асып бара жатса, өзін бизнесте немесе басқа салаларда сынап көруге болады, тек мемлекеттік саяси қызметтерде емес. Сондай-ақ ата заңға енгізілетін жаңа өзгерістер ескі президентке де оңай соқпайын деп тұр. Оның бұрынғы конституциямен бекітілген барлық саяси артықшылықтары мен құқықтары бір жола жойылады. Назарбаевтың үрім бұтағы туған тумаластары қарапайым адам болып қалды. Баяғы заң бұзса да оларға ешкім тиісе алмайтын дәурен енді келмеске кетті. Мемлекет Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басына мемлекеттік күзет береді, жеке дәрігер береді және қазіргі Тоқаев алып отырған айлықтың 70% көлеміндегі зейнетақы тағайындайды. Мен референдумға барам, жаңа саяси өзгерістерді қолдаймын. Ал қазір референдумға қарсы шығып, өзінен өзі бұлданып жүргендер не сауатсыз адамдар, немесе бұрынғы биліктің кезінде өте жақсы өмір сүріп, халықты қанап, халықтың сөлін сорған адамдар. Көзі ашық, өзінің болашағын тәуелсіз Қазақстан мен жаңа Қазақстанмен байланыстыратын әрбір азамат 5 маусым күні референдумға барып, болашағына таңдау жасау керек. Алмас Алтай, келесі көрсеміз.